Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Мен Алинұрты балабақшасының тәрбиешісі Изматова Хадиша және Айтбай Айғаным. біз бүгін жанартау құбылысын зерттейтін боламыз, Айғаным? Ендеше бізге жанартау құбылысын зерттеу үшін қандай заттар керек? Айта ғой, Айғаным. Адымыздағы су керек. Тағы бізге Түрлі түсті бояулар керек. Ас содасы керек. Киімі қысқы керек. Сұйық сабын керек. Ендеше біз бүгін зерттеу жұмысымызды бастайық, Айғаным, қандай түсті таңдайсың? Сары түсті таңдаймын. Мен қызыл түсті таңдаймын. Енді біз зерттеу жұмысымызды ең бірінші суымызға біз түстерімізді араластыратын боламыз, Мен қызыл түсті араластырамын, сен сары түсті араластыра ғой. Түсіміз анық шығу үшін тағы да түсімізді салатын боламыз. Айғаным, қандай түс шықты? Сап-сары болып шықты. Әдемі болды, Енді келесі қоспамыз қандай қоспа? Келесі ас содасын салайық, Ас содасын саламыз. Абай сала ғой. Мен де саламын. Салдым. Енді келесі бізде қандай қоспа қалды? Сұйық сабын. Сұйық сабын қосамын. Бізде жанартау құбылысы шықты ма, Айғаным? Жоқ. Шыққан жоқ, Енді бізде не қалды қосу үшін? Жанартау құбылысы шығу үшін не қосу керек? Лимон қышқылын кетіппіз. Ендеше кәнекей лимон қышқылын қосайық. Айғаным, қосынан қара мендер. Шықты уже. Қосайық. Алақай, мені жанартау құбылысы шықты. Айғаным, бүгінгі зерттеу жұмысы саған ұнады ма? Ұнады ма? Керемет, ұнады. Ендеше сіздерде үйіңізден жасап көрулеріңізге болады. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.